Мына үйді қай кезде алып едіңіз, аға? Осы үйді? 96'da. 96 жылы. Ya. Мал баққаныңыз үшін берді ма бұны? Malçıları kul arada olmaz. Bana alıp verdi olsun. Енді қазір осы үйді саудалап жатыр ма? Ya. Не дейді қазір? Үйді açarız değil lan. Onun turabesi үйді açarız. Жалақыңыз қанша болды мал бағып жүрген кезде? O her türlü okudum. Қаншадан бастадыңыз? 10 mun oldu, 20 mun oldu. 35 oldu. Oldu 23'ten bastım. 24'te. 20 oldu. Böyle kaldı. Сол азғантай ақшадан басқа ештеңе бермеді ма? Yok. Соғымды сол өзіңіз бағып жүрген малдан сатып алдыңыз ба? Ya. Неше жылда сол өзіңіз сатып алып отырдыңыз ба? Ya. Ең бірінші сізді қамады ғой. Қайда барды сонда? Petrolka vardı. Бұрын ондай жерді көрдіңіз ба? Yıkım olmadı. Қазір енді аман есен балаларыңыздың арасына оралдыңыз. Не сұрайсыз, аға? İşte sana ait karnı çocuk olacak buna. Uydu da olsun. Çıkarıp bitti. 20 yıl üzerinde mevsim oldu bana. Өзіңіздің берген үйіңізді жалдап қалдыңыз, Иә. Енді ол үй 10 миллион тұрмайтын үй ғой. Не істеймін? Не істеймін мен? Айтшы. Не істеймін? Маған керек те емес ол үй. Иә. Маған керек те емес. Мен принциппен істедім. Жақсы. Енді былай істей аламыз ба? Сол үйді өзіне қайтарып бересіз ба? Бермеймін. Неге? Ертең аусыма салдырамын. Сізге енді керек емес қой ол. Жоқ, не керек. Енді сіз қазір маған керек емес деп тұрсыз. Жоқ, керек. Мен принципиально барып тұр. Принципиально. Не үшін? Ол алдап өтірік айтқан үшін. Мен оның арағына бір 5-6-ға жоғалтқан жылқыларына мән бермедім. Ал соңғысында аса үлкен көлемде және қасына қылмыстық топ құрып, оның бірі дәлелмен ұсталып, малымды сатып жатып, қазіргі таңда түрмеде жазасын өтеп отыр деді. Бірақ ол отырған қылмыскер бұрынғы мал ұрлап сотталған адам болғандықтан бірін-бірі айтпай сәрсен рахат құтылып кетті. Оған дәлел сот үкімі. Сәрсен рахат қылмыскер деп растаған. Бірақ қылмысты жасырғысы келіп, құтылу үшін айлакер адамдар кешеден бері Сәрсеновті толық ақталып шықты деп халықты алдап ұрыдан зардап шеккен халық қаһарманы қылып шығарып отыр. Мен